Сіздердің назарларыңызда Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектебі көркем еңбек пәні бойынша мұғалімі орынбасар Талғат Сүлейменұлы. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыптың атауы электр қол құралдары мен жабдықтары және тәжірибе жұмысы деп аталады. Сабағымыздың оқу мақсаты табиғи жасанды және конструктивті материалдарды өңдеу үшін пайдаланатын қозғалысты беру механизмдері мен қол электр құралдардың құрылысын анықтайды және сипаттайды. Қол электр құралдары мен жабдықтары мен қауіпсіз жұмыс жасау тәсілдерін, еңбек гигиенасы ережелерін білу және түсіндіру. Сабағымыздың мақсаты оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды орындау, жазба жұмыс жасау, сұраққа жауап беру, шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар мен сұлбалар орындау, оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды орындау, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алу. Алдарыңызда сіздердің назарларыңызға мына бірінші фрезерлеу машинасы. Бұл машинамыз бұйымды өрнектеу, ою жұмыстарын атқарады. Екінші ажарлау машинасы. Бұл бұйымды ажарлау үшін, бетін жылтыратып тегістеу үшін. Үшінші электр сүргі. Электр сүргінің қызметі кәдімгі сүргі, қол сүргісі сияқты, бірақ электр жүйесі бойынша электрлеп, сүргілеп, жылтыратып жону үшін. Төртіншісі электр бұрғысы берілген. Бұл бұрғы аккумуляторный батареямен де және электр тоғы жүйесімен де істелінеді. Бұл тесіктерді бұрғылап, ағаш бұйымдар бұрғылау үшін тесіктерін. Мынау алдарыңызда бесінші электр қылара, доска, фанера, жұқа тақтайларды кесіп, ою өрнек, тесіктер, жан-жан домалаттыра ою үшін арналған құрал. Ал алтыншы алдарыңызда электрара, бұл ағаш бұйымдарды, доскілерді кесіп үшін арналған құрал. Оқушылар, электр қол құралдары дегеніміз тетіктері, оның ішінде арасы, бұрғысы мен басқа да кескіштері, электр қозғалтқыш арқылы жұмыс істейтін құралдар. Оларды қолға ұстап алып жүруге болады. Электр қол құралдары үш негізгі бөліктен тұрады. Корпус, электр қозғалтқыш, кескіш. Электр бұрғының құрылысымен танысыңыздар. Бірінші қысқы, екіншісі электр бұрғы корпусы, үшінші қосу батырмасы, төртінші ток өткізгіш кабелі. Бұрғыны қысқыға салып бекітуге жаттығыңыздар. Оқушылар, бұрғы электр бұрғының кескіші. Ол түрлі материалдарды кесуге арналған. Көбінесе бұрама бұрғылар қолданылады. Онымен ағашты кесуге болады. Мұндай бұрғыларды диаметрі 0,1 мм-ден 80 мм-ге дейін болады. Центрлік жалпақ бұрғылар үлкен терең тесіктерді бұрғылау үшін қолданылады. Оның кескіші қалаққа ұқсайды. Кесіп бұрғылаудың реті: кесілетін жерді бізбен басып, белгілеп қою керек. Бұрғыны электр бұрғы қысқысына бекіту керек. Кесілетін затты шебер үстелдегі
қысқышқа тескіге бекіту керек. Электр бұрғыны тесілетін бетке бағыттап тікесінен ұстау керек. Құралды оң қолмен ұстап, қосу батырмасын иіптеп басу керек. Батырманы басып айналу жылдамдығын қадағалау керек. Бұрғы тесіп өтетін болса, дайындаманың астына төсеме тақтай салу керек. Оқушылар, сіздерге электробұрғыш көрсетілген. Соның құрамасы міне көрсетілгенде жұмыс режимін өзгерту тетігі болатын, цифрлардан тұратын, жылдамдықты өзгерту тетігі мына алдарыңызда. Мынау қысқы патрон деген, бұл жаңағы насадка дейді оған, соны бекітетін. Айналу бағытын өзгерту тетігі мынау тұрған. Мынау құрылғының сабы, қосу батырмасынан тұрады, және аккумулятор. Электробұрғыш аккумулятор батареядан не ток көзінен қуат алады. Оқушылар, жұмысқа кіріспес бұрын браншегенің басын, онда кертіктердің пішіні бойынша қажетті саптаманы таңдап алу керек. Саптаманы қысқының ашылған патрон жұдырықшаларының арасына орнатып, қысқының гильзасын сағат тілі бағытына айналдыру арқылы бекітеді. Электр бұрғышпен жұмыс істеу тәртібі. Браншегені бекіткенде, браншеге бекітілетін жерді бізбен белгілеу керек. Саптаманы электр бұрғыш қысқысына бекіту керек. Дайындаманы шебер үстелдің қысқысына тискіге бекіту қажет. Саптаманы браншеген кертігіне тігінен орнату қажет. Құралды оң қолмен мықтап ұстап, қосу батырмасын басу керек. Батырманы басып айналу жылдамдығын қадағалау керек. Браншегені мықтап бекіту керек. Браншегені бұрап босатқанда, саптаманы электр бұрғыш қысқысына бекіту қажет. Айналу бағытын өзгертетін батырманы басу керек. Дайындаманы шебер үстел қысқысына бекіту қажет. Саптаманың ұшын браншеге шықыршасына дәл кигізу қажет. Құралды оң қолмен мықтап ұстап, қосу батырмасын басу, батырманы басып айналу жылдамдығын қадағалау керек. Жұмыс барысында қауіпсіздік ережелері. Жұмысты бастамас бұрын электр құрал мен оның барлық бөлшегінің жарамдылығын мұқият тексеріп алыңыздар. Қорғаныс көзілдірігін, резеңке қолғап пен бас киім киіңдер. Өңделетін материалдарды қысқышқа бекітіңдер. Электр құралының жарамсыздығы немесе корпусының қызып кетуі мен басқа да ақауларды байқаған жағдайда бірден мұғалімге ескертіңіздер. Электр құралдардың бөлшектерін дұрыстап бекітіңдер. Жұмыс аяқталған соң электр құралды ток көзінен айырып, орнына қойыңдар. Жұмыс орнын ретке келтіріңдер. Оқушылар, сіздердің назарларыңызға бұрғыларға арналған тұқыршаның жасалу жұмыс процесі көрсетілген. Мына алдыңызда көрсетілгенден бірінші тақтайды 1/50 ұзыннан және енінен 100 мм қылып кесіп аламыз. Екінші, мына неше түрлі диаметрлі бұрғыларға арналған тесіктердің тесілетін орнын белгілеп алуымыз керек. Мынау диаметріне байланысты ең үлкені бар, ортанша, сосын кіші диаметрлі бұрғыларға арналған неше түрлі тесіктерді қойып аламыз диаметрі бойынша. Үшінші жұмыстың процесі мына сол белгіленген не бойынша сол бұрғылармен размермен тесеміз. Тесіп алғаннан кейін ол тұқыршаны өңдеп,
зімпара дейміз ғой, сол зімпара деген наждачный буманың бетін тазалап, одан кейін лакпен жағамыз. Құрметті оқушылар, осы өтілген сабағымыз бойынша сіздердің алған әсерлеріңізді қандай екен, осы белгілер арқылы белгілесеңіздер болады. Сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Үйде, оның ішінде сынық немесе жасауды қажет ететін жиһазды қажетті құрал жабдықпен жасау. Жұмыс жасау барысында қауіпсіздік техникасын қатаң сақтау. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.